Қостанай облысындағы Троебрат, Сатай, Сокол ауылдарына ауыз су құбырын тарту жұмыстары биыл басталуы тиіс еді. Алайда 800 миллион теңгеге бағаланған ауқымды жоба әзірге тұралап тұр. Тұрғындар осыған алаңдаулы. Ал сала басшылары қаржыландырудан кінәрат болмаса, бұл елді мекендерге ауыз суды 2 жылда жеткіземіз деп отыр. Тілші репортажында. Троебрат ауылына ауыз су темір жолмен сонау Бурабайдан жеткізіледі. Орталықтағы жалғыз су тарату пункті таңертең және кешке 2 сағатқа ғана ашылады. Бұл уақытта үлгірмей тіршілік нәрінен құр қалатындар да бар. Судың мәселесі байдан келетқан нәрсе ғой. Су аз келеді, бәріне жетпейді. Ауылға су өткізеді деп естігеніміз көп болды уже. Шулма, шулдан асып кетті. Міне келеді, жылда айта береді. Троебрат, Сокол, Сатай ауылдарын ауыз сумен қамту бойынша былтыр жобалық сметалық құжат дайындалып, байқау өткізіліп, мердігерлер анықталып, бюджеттік тапсырыс берілген еді. 2 жылға есептелген бұл ірі жобаны биыл бастап 2022 жылдың соңында аяқтауы жоспарланған. Алайда байқап отырғанымыздай, әлі күнге мұнда ешқандай қимыл қозғалыс байқалмайды. Ауыл тұрғындарының әкім алдында көтеретін негізгі мәселесі сол ауыз су. Уәде етілген құбыр тарту жұмыстары қашан басталады деген күнделікті сұрақ. Ал әкімнің қолдан келер бар амалы аудандағылардан сұрап біліп отыру. Жаздан бері міне бүгінгі шікейін сол су хабар ештеңе болған жоқ. Енді мына облыстық маслихатта ақша бөлінді деп бізге аудандық бастықтар сол айтты. Енді план бойынша ендігі жетіден бастап магистральдық недерді жұмыстарын бастайды. 2 жылға есептелген бұл жобаға биыл 410 миллион теңге бөлу жоспарланған еді. Әзірге соның 4-тен 1 ғана берілмек. Яғни әрі кетсе биылға белгіленген жұмыс ауқымының 25% ғана атқарылады деген сөз. В этом году, в связи с тем, что биыл байқау өткізіліп, жеңімпаз анықталғанымен қаржыландыру болған жоқ. Жақында ғана облыстық мәслихат бюджеттен 100 миллион теңге бөлу жөнінде шешім шығарды. Енді қосымша келісімшарт жасасқаннан кейін мердігер жұмысқа кіріседі. Осыдан кейін уақытылы қаржыландырылса, келер жылдың аяғына дейін бұл ауылдарға су тартып үлгереміз деп ойлаймын. Облыс бойынша 2 жылдың ішінде 221 ауылға тасымал суды тарататын пункттер орнату жоспарланып отыр. Сонда ғана сапалы ауыз суды тұтынатын ауылдықтардың саны 80%-ке жетпек. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, қорытынды жаңалықтар.